Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай балмұздақ печеньесін дайындайтын боламыз. Өте өгілмелі, жұмсақ, қолжетімді заттардан тұрады. Бізге ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымыз қажет болады. Ыдысымызға салып, үстінен бір жұмыртқамызды салатын боламыз. Оның үстінен жүгері крахмалын, қант ұнтағын салатын боламыз және ванилин салатын боламыз. Барлығы бөлме температурасында тұру керек. Ұнымызды салып, разрыхителді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Біріккенше барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Жақсылап араластыру керек. Май, қант ұнтағы барлығы бір-біріне сіңіп, жақсы араластыру керек. Осындай өгілмелі қамыр болу керек. Онда бірден салмайсыздар, бөліп салатын боламыз. Қатты болып қалмау керек. Өйткені әр адамның ұны әртүрлі болады. Осындай қасықтың көмегімен, балмұздаққа арналған қасықтың көмегімен алып, форма беріп жасайтын боламыз. Осылай шығады міне. Балмұздақ тәріздес болады. Бұл печеньеміз өте өгілмелі, жұмсақ печенье болады. 170 градуста 15-20 минут. Өйткені әркімнің пеші әртүрлі болады. Қарайлап тұрасыздар. Қатты сарғайып кетпеу керек. Осындай орташа сары болып пісетін болады. Өгілмелі. Бетін әркім арқалай. Мен осындай ақ шоколадпен балмұздақ тәрізді етіп осылай әсемдедім. Үстіне үгітілген фисташка қойдым. Сіздерде қандай зат бар, сондаймен әсемдесеңіздер болады. Немесе балаларға болса, мүлде әсемдемесеңіздер де болады. Өйткені оның өзі өте жұмсақ. Печеньеміз дайын болды. Егер де менің рецептерім сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.